Халық пен биліктің арасындағы ашықтықты, жариялайтын мен Ардақ Жақсылықова. Түрлі деңгейдегі әкімдердің есігін ескертусіз қағып, есептен тыс кездесетін бағдарламамызды бастаймыз. Бүгін біз командамызбен жиналып, сырлы келеске келдік. Аудан әкімі Жәнібек Ағыбаев мырзаның күн тәртібімен танысайық, біраз мазалайық. Аға, тіркелеміз бе, кіре береміз бе? Қазір звондап өсейін. Звондайсыз ба? Звондаңыз. Уақыт телеарнасынан келіп тұр деп айтасыз ғой? Алла соны күзет қой. Журналистер кетті. Уақыт телеарнасы. Уақыт телеарнасы. Келіп алып кете ма? Сіздерде тәртіп сондай ма, аға? Кез келген кіргізбейсіздер ғой? Мейлі журналист, мейлі басқа. Сәлеметсіз бе? Есім Ардақ Төрегелді қызы, Уақыт телеарнасынан. Менің есімім Мұрат болады. Оған айтып көмекшісің. Жүрсің? Былай кіреміз бе? Иә, мақсат. Сәлеметсіз бе? Кіре берейін ба? Саламатсыз ба? Сәлеметсіз ба? Сәлеметсіз, қалыңыз қалай? Келіңіз, төрлетіңіздер. Уақыт телеарнасынан? Иә. Есім Ардақ Төрегелді қызы болады. Кеңіз. Кабинетте кесіп бүгін аралауыңыз жоқ па? Аралауым бар. Бар ма? Мен қазір 10:30-ға нелер шақырып, алдымен бөлімдердің есебін тыңдап алайын деген, қандай жұмыстар, не жасап жатыр, қандай жұмыстар Апта атқарып соңы болған жатыр. соң апта бойы Иә. атқарған тірлігіңізді саралайын дедіңіз. Біздің апта бойы атқарған жұмыстарымыз бар. Жалпы аудан бойынша атқарылып жатқан жұмыстарымыз бар, құрылыс жұмыстары бар, абаттандыру жұмыстары бар. Содан басқа мына ауыл шаруашылығы санағы да жүріп жатыр. Ол күнделікті актуалды мәселе, сондықтан соның бәрін күнде қарап отыруымыз керек. Қазір тапсырма берген 10:30-ға. Онда жиналыс жасайық. Сол жиналыстан кейін аралайтын жерлерімізді аралап шығамыз деп. Ескертусіз, есепсіз кездесу, аға. Нені? Алдыңызда түскен әріптестерден үйреніп көріп біліп алдыңыздар негізі дейін да. Ашықсыз ба өзіңіз журналистерге? Негізі ашықпыз, әрине. Жұмысыңызды көрсетуге дайынсыз. Жұмысымызды көрсеткенде халық та көріп жатыр. Сіздер арқылы халыққа көптеу біз үшін де өте қажетті мәселе. Сондықтан сіздердің келгендеріңізге қуаныштымыз. Уақыт телеарнасын көресіз ба? Енді телеарнаны қарап, арнайы қарап отыратын біздің уақытымыз да жетпейтін шығар, енді шынын айту керек шығар. Дегенмен де жаңа сіз әріптестеріңіздің қарап отырсыз ба деп айтып сұрап жатырсыз. Әріптестеріңіздің қарамағанда емес, біз енді өзіміздің чаптарымыз бар, жаңалықтарымыз бар, басқа мәселелер, сол қандай мәселе туындап жатыр, қайсы мәселе қиындық туындап жатыр, сол бойынша бір-бірімізбен ақылдасып, Бір-бірлеріңізге айтып отырасыздар. айтып отырамыз, әрине. Енді әріптес болғандықтан бір-бірімізді жақсы қарым-қатынастамыз ғой. Келесі әкімдердің бәрі естіп дайын отыратын сияқты ғой. Жарайды, аға, онда қасыңызда боламыз, жұмысыңызға араласпаймыз. Дегенмен ашықтығыңызды, халықпен жұмысыңызды, халыққа етіп жатқан еңбегіңізді біз көрсетуге дайынбыз. Жақсы. Жүріңіз. Жүріңіз бастайық онда. Саламатсыздар. Сәлеметсіздер ме? Сізге Мына шетіне отыра берейін, иә? Мына жақта орын бар екен. Мына жақта. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Аптаның соңында болып қалды. Негізгі осы аптада атқарған жұмыстарымызбен аудандағы атқарылып жатқан жұмыстарды пысықтап өтсек, күн тәртібінде 3 мәселе қарастыратын боламыз. Абай ауылында атқарылып жатқан жұмыстар бойынша Жұманов Асылбек Жақсылықұлын тыңдайық. Баяндамасын. Қазіргі таңда Абай ауылында 20 көше бар. Жалпы ұзындығы 87 шақырымды құрайды. Оның ішінде 110 көше асфальттанған. 10 көшеде шағалып төселген, топырақ көшелер мүлдем жоқ. Биылғы жылы Жамбыл, Асанғайғы, Қырғызалиев, Төле Би, Жылқышиев көшелері және Рысқұлов көшесінің батыс бөлігінде ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізу мақсатында жобалар дайындалып, қаржы қаралуға ұсынылды.
алдағы уақытта қаралған жағдайда құрылыс жұмыстары жүргізілетін болады. Сіздерде жүргізіліп жатқан абаттандыру жұмыстары кестеге сай жүргізіліп жатыр ма? Күнделікті қарап бақылауда аяқ жолды бітіріп қойды, асфальт төсесе болды. Аранчада жақындап қалды, күнделікті бақылауда. Сапасы қалай болып жатыр? Сапасы жақсы, сол жаңағы сметаға сәйкес жұмыс жасалынып жатыр. Күн тәртібінде екінші мәселе көшейік. 2025 жылғы ұлттық ауыл шаруашылық санағы туралы атқарылған жұмыстар мен атқаратын жұмыстар бойынша Алтынбаев Өмірсерік Әлібайұлы ауыл шаруашылық және кәсіпкерлік бөлімінің бастығы, сөз сізге беріледі. Қайырлы күн, құрметті Жәнек Есенұлы, қайырлы күн, құрметті әріптестер. 2025 жылғы ұлттық ауыл шаруашылық санағы бойынша осы күндері атқарылған жұмыстарды туралы баяндауға рұқсат етіңіздер. Дүйсенбі күні аппараттық жиналыстарда орын алған кемшіліктер мен кестеге қиын қалған болса, нақты ұсыныстарыңызды енгізіңіздер, жеке-жеке қарастырайық. Істеріңізге сәттілік, жақсы, рахмет. Мақсат, құрылыс объектілеріне барамыз қазір. Мен қазір киімімді ауыстырып аламын. Саламатсыз ба? Біздің есіктеріміз сәл ауыр, дайындала беріңдер. Есігіміз ауырлау деймін. Сәл бас. Сізге лайықталып жасалған сияқты ғой. Бізде ұшып жүреді. Әкім болу қаншалықты қиын, жауапкершілік жүгі қандай? Әрбір жұмыстың барлығына да жауапкершілікпен қарайтын болсаң, ешқандай қиындығы болмайды. Әрқайсысының өзінің міндеттері бар, атқаратын жұмыстары бар. Әрбір лауазымның өзіне сәйкес ол жұмыстарын атқаратын болса, ешқандай қиындық туындамайтын шығар. Бірақ дегенмен де мәселенің бәрі шешіліп жатса, оңай деп атайтын ек. Аптасына бір рет ауылдарға барып тұрасыз ба? Жоқ, күнде барасыз ба? Күнделікті барам деп айта алмаймын. Бірақ дегенмен де мен жол бойынша біздің бүкіл елді мекендеріміз, 83 елді мекеніміз мына үлкен келеспен, мында Құркелес деген кіші келестің бойында орналасқан. Сондықтан жол бойында жеке-жеке мәселелер бойынша, осында атқарылып жатқан жұмыстар бойынша бәрінде де құрылыс жұмыстары, су кіргізу жұмыстары бәрі жүріп жатыр ғой. Соны тексерген кезде сондағы елмен кездесеміз, соны сұраймыз, жағдайын біліп отырамыз. Сондықтан біз Абай орталығы бір шетінде орналасқанмен де, мұнда Ескі Қорғанға дейін мына жолдың бойында біршама елді мекен, кейінгісі мына Құркелестің бойында. Шалғайдағысы. Шалғайдағы мына Бозаймен бізде Жамбыл ауылдық округтері, оларды енді айына бір рет баруға келеді. Бірақ мәселе туындайтын болса, онда күнде барып келуге де дайынбыз. Кешегі, мысалы, анау көктемгі дала жұмыстары болды, шегіртке қарсы жұмыстар болды. Сол кезде күніне 4 реттен барып келген уақытымыз да болды. Ол бізге ұзақтық қылмайды. Жол барлық жерде бар, асфальттанған, барлық шалғайдағы елді мекендерге де. Сондықтан Ауыл әкімдеріне сенесіз ғой? Әрине сенеміз. Қандай талап қоясыз? Тәртіп, бірінші кезекте тәртіп, орындаушылық тәртіп. Екінші кезекте олар өздері үлгі болу керек елдің алдында. Содан кейін жұмысқа жауапкершілікпен қарау, нақты тиянақты жұмыстарды орындау. Жүріңіз. Сол талап. Мен киімді ауыстырып алайын. Рұқсат етсеңіз, себебі галстукпен жүргеніміз ана жерде шаң болады. Келес ауданының әкімі жиналыста асықпай өткізіп алды. Сағатқа дейлеп қарап отырдым. 45 минут дегенде аяқтады. Шыға салып құрылыс алаңын аралайтын айтты. Киімін ауыстырып аламын деді. Жарайды, мен тағы жарты сағат күттік. Екі ортада екі хатшысымен әңгіме айттық. Бірі бақ өкілдеріне өте ашық деп ағынан жарылды. Ал екіншісі арқылы шайға құмар екенін де біліп алдық. Қып-қызыл ыстық етіп апарып берсең, көңілі жайланып жақсы жұмыс істейді дейді. Хатшы қызы неше түрлі адам келетінін бірі айғайлап, енді бірі алғыс айтатынын да жасырмады. Әңгімеміз қызып отырғанда костюм шалбарын жеңіл киімге ауыстырып, Жәнібек Есенұлы да шыға келді. Ауданымызда ең ірі жылыжай кешені бар. Мына мен көріп отырсаңыз, жанына отырсаңызшы. Жүріңіз. Сіз алдына отырасыз ба? Жоқ, мен алдына отырмаймын. Сіздің қасыңызға отырайын. Білмеймін, ар жақтан. Отырыңыз, мен қазір
Жар артқа қойып ал. Шейден ыңғайлап қойып алыңыз. Көп қабатты үйлер жоқтың қасы екен, сіздерде? Бұл елді мекен 30 жылдың көлемінде Абай ауылдық округтың орталығы болған. Ауылдық округ болған екен, так ауыл есебінде қарастырылғанда, ондай көп қабатты үйлер ешқандай салынбаған. Енді бұдан 30 жыл емес, бір 50 жыл алдыңғы салынған 2 қабатты үйлер болған. Олардың біразы тозығы жетіп, солардың аулаларын ретке келтіру жұмыстарын жасадық. Сыртқы келбеттерін орнына келтіру мәселесін қарастырып жатырмыз. Бұл енді ауылдың орталығы болғаннан кейін аудан орталығына айландырған осы 7 жылдың ішінде біраз мынау құрылыстар салынғаннан кейін өз ретке келіп жатыр. Еңсесі көтеріп қапты жаңа байқап жатырмыз. Иә, алғашқы кезегде емес. Енді өзіңіз бірінші рет келіп жатқан жоқ шығарсыз енді? Жоқ, бірінші рет. Біз көп өтеміз жаңа жолдың бойында орналасқандықтан. Бірінші жаңа енші алған тұстарыңызда Иә. болдық. Ол кезде түсірім жасалғанбыз. Бұл жерде не сабатсыздар? Бұл жерде мұражай салып жатырмыз. Аудандық мұражаймен онда өзімізге қажетті ардагерлер кеңесі бар, басқа да қоғамдық ұйымдарды осында отырғызамыз деп жоспарлап отырмыз. Келіңіздер. Кім бізде? Саламатсыздар. Саламатсыздар ма? Қалай жұмыстар? Жұмыс бір қалып жүріп отыр біз. Балаларымнан қайда өмей түседі ұрып. Так. Бұл бірінші қабатын қазір салып бітіріп жатса, төсін жабасыздар да? Екінші қабатты биыл өтесіздер ма? Жоспарда негізі, иә, кірша жауабымыз деген осы декабрьге дейін жаңа жылға кетуде қалса. Кіршасын жауап шығасыздар. Инфраструктураны қалай жақтан тарттыңыздар? Бар ма барлығы? Инфраструктура газ былай кетір, свет былай тартып тұр, енді су ғана енді мәселесі енді жүйін былай қалса. Енді сол уақытында не қамыз да, былай пайдаланымыз. Оған резервуар тартып, сразу бірге басқанымызды. Қосылу нүктесін беріп дедіңіздер ғой? Қосылу нүктесін беріп дедім. Интернетте де ол жаққа келіп дайындап қойды, өзі бері қарап, осы тартуы енді. Ертең келесі жылғы благоустройствомен бірге жүреді. Былай қалса. Біз мынау көршілес жатқан ғимараттардың бәрі осы биыл тапсырамыз деп әрекет жасап жатыр ғой. Сіздерде мүмкіндік бар ма биыл тапсыратын? Қаражатқа байланысты ғой, енді біз қаражатын қарастырайық, бірақ ауа райы 2-3 айдың ішінде бітіріп беретін жағдайларыңыз бар ма? Кісілердің санын көбейтсеңіздер, сөйтеміз. Сөйлене бастаймыз. Қарастырып көрейік оны. Кеше облыста жаңағы үнемделген қаражаттар бар, басқа да қаражаттарды сұрап, бұның қалған қаражатын жеткізіп беретін болсақ, бізге тезірек біткен дұрыс. Бізге де сол, бәрімізге сол ғой, тез бітіріп, алайсы халықтың игілігіне береміз. Ол дегеніміз енді сапасына мән бермеуіміз. Бастысы сапа. Одан кейін әрине өз тәртібімен кестеге сәйкес бітірілуге тиіс. 20 адам деген аз емес па жұмысшылар саны? Бізде график бойынша негізі майда уже ақшамыздың бәрін игеріліп болған. Бізге қарастырылған. Қазір енді өзіміздің қаражатымызбен қазір ары қарай жұмыс жасап жатырық. Бұл жерде тоқтатып отқан жоқпыз да, жұмысты аяқсыз берді. Бізге берілген ақшаны болды игердік деп ондай тоқтату болып отыр жоқ. Біз өз қаражатымызды ары қарай жұмыс істеп жатырмыз. Біз тарапынан сіздердің қаражат мәселелеріңізді шешіп берейік. Сіздер адамдарыңыз болса қосыңыздар. Қосамыз оны. Тезірек, қанша тезірек салып бітірсеңіздер, сонша сіздерге де бізге де жақсы. Түсінікті ғой? Иә, түсінікті. Басшымызға айтыңыз, келіп кетті деп, маған кірсін дүйшенбі күні. Қасынан не сабатсыздар қосымша, қандай ғимараттар? Ол сырттан барамыз қазір. Екіншісі мынау жаңа буынды дамыту орталығы. Бізде оқушылар сарайы деп аталатын еді ғой бір кездері. Сол әзіргі заманауи атауы жаңа буынды дамыту орталығы деп аталынып, бұның облыстық құрылыс басқармасы жүргізіп жатыр. Біздің тапсырысымыз бойынша осы мәселенің бәрін. Енді бұл бір керемет заманауи сарай болады, біздің оқушыларымызға арналған. Салынып жатқан құрылыс алаңшасы биылғы жылдың қай уақытта бастады бұлар? Бұлар апрель-май айында бастады да? Сәуір айында басталды. Сәуір айында қазып орындарын бастаған. Осы 4 айлық жұмыстары негізгі мәселесі. Металл құны 2 миллиард
Саламатсыздар. Қалдарыңыз қалай? Қалайсыздар? Жақсы. Сәлеметсізге. Так. Біз енді аралап жүрміз. Журналистермен, теледидармен сіздерді қарап. Ал қалдарыңыз қалай? Кесте қалай болып жатыр? Жұмыс болып жатыр. Қай уақытқа дайындаймыз деп жатсыздар? Декабрьға дейін. Декабрьға үлгересіздер ма? Үлгереміз. Кесте бойынша қалай болып келе жатыр? Өтпелі кезең үлгісін. Өтпелі кезең екенін білем, бірақ дегенмен де биыл бітіруіміз керекпіз. Иә. Біздің келесі жылға істейтін басқа да жұмыстарымыз бар. Сондықтан сіздердің ертерек бітіріп бергендеріңіз бізге де қажет болып тұр. Қаражат жағы шешілген ба да? Бәрі шешілген. Барлық шешілген да? Адамдарыңыз аз ғой? Ана төбелер істеп жатыр бәрі. Қазір анау плитаны құйып жатырмыз да. Дайындап жатырмыз. Енді анау абаттандыру жұмыстары желтоқсан айында, қаңтар айында жасалынатын болса, олар әрине сапасыз болады. Жоқ, Сіздер оны мұны қай уақытқа қойып жасайсыздар? кейін сразу бастаймыз да. Қазір Сразу участок бастайсыздар ма? маңызды да. Кран жүреді ғой ал. Әлі жүреді. Иә. Әрине, Да, сондықтан. бір айда жүреді, сонымен кейін бастаймыз қой. Ну, адам аз бәрібір. Қазір мен Адам қарауым. көбейтіреміз. Көбейтіңіздер адамдарды. Осы мәселе бойынша. Бізге қандай сұрақтарыңыз бар? Коммуникация бойынша мынау. Бәрін шешілді Мәселе ғой, коммуникация. түгел шешілді, да? шешілді. Енді барлық жағдайыңыз бар. Ауа райы да көмектесіп тұр. Иә. Тездетіп жұмыстарды жасаңыздар. Жұмыс кестесімен бірге сапа. Ең басты талап сапа. Сапалы болу керек атқаратын жұмыстың барлығы да. Мынау оқушылардың, жастардың жүретін орталығы болады келешекте. Бұл эпицентрге енді біз мына арнайы жаңа ғана айтып өттім. Мектепті сәл артқарақ орналастырып, кейінірек шегіндіріп отырып, мына арасына скверге де орын қалдырдық. Осы мектептің алдында балалардың кең кіріп шығуына жағдай жасалынды. Содан кейін мына жердің өзінде де ғимаратпен толтырып тастамастан бізде тағы біраз ғимараттар қажет. Оның бәрін мына жаққа отырғыза берместен, ол жерлердің бәріне сквер, парктер орналастыруға жұмыс жасап жатырмыз. Мынау құрылыс объектісі, бұл жерде рәміздер алаңы болады. Мына жаққа рәміздер салынатын болады. Бас мердігерлерді қазір атқарып жатқан жұмыстарын осы қазан айының 15-іне дейін бітіреді да, бізде де? Қазан айының 15-іне дейін бітіреді. Енді алға жоспарлап отырғанымыз республика күні үлкен шарамыз бар, осы жерде өткізіп, ашып, осыны түгелдей дайындаймыз деген жоспарымыз бар. Осы жердің азаматтары ма бұл кісілер? Иә, осы жердің азаматтары. Осы жердің азаматы салса, егер жаны ашып салады ғой дегеніміз ғой. Иә. Саламатсыздар. Саламатсыз ба? Нұреке, біз қазанның қай уақытына дейін бітіреміз бұны? 15-сінде бітіреміз байқаласың. Осы ауылдың тумасысыз ба? Иә. Енді осы ауылдың тумасы болғаннан кейін жаныңыз ашып сапалы түрде жасайтын шығарсыз. Әрине. Өйткені көшеде жүресіз, елді көресіз. Кім салды дегенде Нұрекең салды дейді ғой. Басқа жаққа көшіп кетпейтін болғаннан кейін күнделікті барып Осы жерде біз отырамыз. ғой, өзіміздің ел болғаннан кейін мына қазір осы 4-5 жылда бір мына жақ солып жатыр, әдемі бәрі келіп жатыр. Биік әдемі болғаннан кейін бұл жерде жаман қойсақ тағы ыңғайсыз болады, ұятты болады өзімізге. Күнде көреміз, бала шағамыз үшеу өсіп жатыр. Өзіміз отырамыз анда-санда келіп. Абайымыздың ауылымыздың үлкен көшелері әдемілеп істеуге Иә, әрекет жасаймыз. кеңейіп жатыр Қолдан екенсіз. келгенше, иә. Көз қуантатын тіректеріңіз көп екен, енді сапалы болсын, ашылуына келейік. Құдай қаласа. Мына мектебіміз келешек мектеп. Нұрболатке. Сәмкәні өзіңіз бізде мектеп директордан министрліктен резерв өтіп конкурс тағайындалды. Нұрболат. Саламатсыз ба? Қалай, дайындық қалай болып жатыр? Жақсы дайындық. Так. Бір 10-15 күннің ішінде бітіреміз деп уәде берген еді. 15 күннің 3 күні өтті. Тағы 12 күн қалды. Бітіретін мүмкіндік бар ма? Кіріспалатса, қазалы жұмыстары да әдеп болған заттарын орнатуға қаттатын. Сырт жағын түзетуіміз керек, иә? Сыртта жүйістағы. Саламатсыздар? Қалсаға жақсы. Иә, жағдайларыңыз қалай? Саламатсыздар. Саламатсыз ба? Так, қалайсыздар?
Жақсы рахмат кешесіз. түгел бітпесе де бір 95%-ға жетіп қалдыңыздар да? Тек қана қазір орналастыру болып тұр. ТХ часть бойынша барлық материалдарды шекарта орнатып бармыз. 2-3 күнде уже полный ход боламыз. Барлық жабдықтарды компьютер бойынша, техникалар бойынша. Біз енді жалпы келешек мектептердің үшеуінің екеуін ашып қойдық. Балалар оқып жатыр. Сіздікін осы ауылдың балалары күтуде. Енді өздігі күтіп жатыр қазір бұл балалардың бәрі. Қашан келіп оқимыз мұндай жақсы жайлы ғимаратқа деп. Ана оқып жатқан орындарына күнделікті күтуде. Бізден күнделікті ата-аналар сұрауда, сондықтан тездетіп бітіріп берсеңіздер, ендігі қалған күндеріңіз 10-15 күннің ішінде ғой. Бірақ сіздер 290-да келетін шығарсыздар да? Иә, лицензиясын алып болғаннан кейін. Лицензия құжаттарын бәрін түгел алып болғаннан кейін. Көрсетіңіз, қарап шығайық. Қарапайым мектептерде осылай салынып отыр ғой қазір. Бізде осы соңғы жылдың ішінде 7 мектептің құрылысы бітті аудан бойынша. Сол 7 мектептің ішіндегі оборудование бәрінде осыған жақын келеді. Енді жайлы мектеп сияқты керемет келешек мектеп деп айтпасақ та, бізде Жиделі мен Көгерту елді мекендерінде осындай мектептерді тапсырысқа бердік, қарапайым мектептердің өздері. Так, дұрыс. Әдемі. Акустикасын өлтіріп жіберіпті, Арнайы жоба бойынша осылай қарастырылған ғой. Стеналары да. Акустика жұтылып кетеді да, ішіне. Акустический гипсокартон деген шыққан қазір. Мына осындай жерлерге қойып жатыр қазір. Залдарға, үлкен залдарға, кинотеатрларға қойып. Барлық келешек мектептерде осындай салынды ғой да? Үшеуінде де. LED-тің өзі қазіргі заман талабы. Енді бұнда оқыған бала ең кемінде отличник болу керек қой. Енді гений болып кетпесе де, өте жақсы үздік деген бағамен Кім оқуға болсын, министр болсын десеңізші? Жоқ, оқушыны айтып жатырмын. Үздік болсын деп. Сіздерден Одан кейін олар танымал президент шыққан тұлғаларды танисыз ба? Ауданнан? Әрине. Кімдер бар? Бізден біздің осы мәдениет министрі болған Сауытбек Абдрахманов бар. Біздің жерлесіміз енді әкімдер, біраз әкімдер шықты білесіздер. Содан кейін барып бізден ақын жазушылардан Зиябек Рүстемов деген бар. Өткен осы жерден. Содан кейін бар, оның ұлы бар, Лениншіл Рүстемов деген ақын өмірден өтіп кетті екеуі де. Тоқаш Бердияров деген ақын атамыз болды. Сол кісілердің орнын басатын орнын басатын әрине. Енді бізде діннен де, саясаттан да барлығы да осы Келес ауданынан шығып отырған жоқ па. Қазақстан Республикасының алғашқы муфтиі болған Раббек Қажы Нысанбаев та осы Келес ауданының тумасы. Иә, енді ол қазір үлкен жасқа келіп ұлғайып отыр. Дегенмен де бірінші муфти, ана Серік Оразов деген ағамыз бар еді. Ол да осы ауданның тумасы. Ақындар, спортшыларымыз бар. Жақсы боксерларымыз шығып жатыр. Бокс шеберлер, халықаралық бокс шеберлері бар бізден шыққан. Келес ауданының ол жағынан ешкімнен кенде емес, басқа аудандардың бәрімен де иық тірес ұстай аламыз. Әр баланың өзінің шыққа болатын сияқты? Иә. Нұржан Исманов деген ағамыз 94-95 жылдары әлем чемпионы болған. Қазір әлем чемпионын 2 рет қайра алып отырған Санжар Ташкенбай деген баламыз бар. Астанадан атынан шығады, но дегенмен осы Келес ауданының тумасы. Бізде қазіргі таңда 68 мектебіміз бар, мемлекеттік. Тағы да дәл бүгін қажет болып тұрғаны 6 мектеп. Жаңа ғана сіздер естідіңіздер, осы аудан бойынша 4 мектептің жобалық сметалық құжаттамасы дайын тұр. Облысқа тапсырып қойғанбыз. Олардың бәрі де осындай мектептерді күтіп отырған жағдайы бар. Кейін Ескі Қорған, Жуантөбе деген ауылымыз бар. Жайлы мектеп болып салыну керек еді олардың құрылысы белгілі себептермен осы салынбайтын болғандықтан жайлы мектептің 5-еудің орнына 3 салдық. Сол қалған 2-еуін енді
өзіміз қарапайым мектептен салып береміз. Олардың өзі осыдан төмен болмау керек. Сапасында бәрінде әдемі. тұрған заттарын. Бізде қазір Сапасы қандай енді? Өзіңіз сапасын жоғары деңгейде өткізесіз ғой. Жоғары. Ертең оқушы болған соң бәрібір түртеді, ұстап көреді, бәрібір чұқылайды оқушы болған соң. технадзор. Бізде постоянно осы жерде екі технадзорымыз постоянно. Основаниедан осы уақытқа дейін бәрін көріп өткіземіз, сараптап бәрін. Барлық стандартпен өткен ғой, сертификат, соответствие бәрі. Сапасы жақсы. 5 жылға кепілдіктеріңіз бар да? Бар. Иә, 5 5 жылға кепілдіктеріңіз бар, технадзорды 5 жыл бойы осында Любой уақытта байланыста болып отырамыз. Контроль қалады. Қандай мәселе болса да технадзорды шақырып алып осы жерде айтқызып отырамыз. Контроль қалады бірінші, біз орындалуын замечанияда. Иә. Подрядчик орындап береді. Ондай болмайды деген ойдамыз енді. Жақсы істе. Жақсы істелінген болу керек. Өзіңіздің де немерелеріңіз оқиды ғой ертең көке? Жүріңіздер. Бұл кең екен, иә, ауласы? Мына Кең. ағаш отырғызады енді. Кеңейтіп қалдырдық қой осы бәрі бірге болсын деп. Ар жақтан ашық көрініп тұрсын. Мынау спорт сарайының қасында мектеп болсын деп. Жақсы. Сау болыңыздар. Жақсы. Сау болыңыздар. Мектептің директоры. Енді спорт кешеніне барайық. Бұлардың барлығы қатар салынып жатқандықтан елде қуанып жатыр. Бізде біздің өзіміздің де атқарып жатқан жұмыстарымыздың жеміс есебінде осы бірте-бірте енді көрініп келе жатыр. Саламатсыздар. Саламатсыз. Бізде Берді еркін бар. Компания. Кім айтады? Саламатсыз ба? Дәурен айтып бересің ба? Так, біздің спорт кешеніміз бұл. Айта беріңіз. Бір жарым гектар жерге орналасқан 250 орындық екі қабатты ғимарат, спорт кешені. Бізде аудандық балансқа Аламыз енді. Өтеді ма енді? Иә, Өтеді. Қыстау сізде ғой. Әрине, бәрі өзімізде болады. Біз аудан құрылғалы беріп, спорттық нысан осы елеңде сол уақытта бізде қазақтан. Енді Спорттың неше түрінен үйірмешілеп тұрсыздар енді? бұл жерде кемінде 5 түрі болады. Бәрі осы жерде болады. Барлығы. Кемінде 5, барлығы. Қазір ішіне көресіз, боксқа арналған жүріңіз, қарап көрейік, содан кейін айта бересіз. Бокстан дайындап жатыр, еркін күрестен дайындап жатыр. Ұлттық спорттың ішінде 9 құмалақ бар, көкпар, аударыспақ бізде. Мынау енді ретке келіп, дұрыстау болып келе жатыр. Спортшыларымызды қойдық. Бізден шыққан мәлімет салып, Санжар Ташкенбайды қойдық, олимпийский чемпион. Елдос Сметовсың ма? Елдің мақтаныштары. Елдің мақтанышы, иә, жақсылық кішкемпіріп. Санжар Ташкенбай осы келесі ауданы туып өскен жігіт. Жарысты осы жерде өткізіп, ортаға ринг қойып, сіздерді шақыратын боламыз. Осы жерден Құдай қаласа. тікелей эфирден Бізде жақсы көреміз. чемпионатты өткізіп. Иә, жақсы үлкен чемпионат болып, республикалық чемпионат өткізіп жатқан кезде келесіздер осы жерде өткізетін боласыздар. Мынау күштеп жаттығу залы. Күш көбейтетіндер. Жақсы. Үстінде де екі залымыз бар. Біреу бокс залы, біреу пресс залы. Жаттығушылар да болатын шығар мұның? Әрине, міндетті түрде жаттығушылар. Келес спорт клубында 6 видтан қарастырылған жаттықтырушылармен ауыл елімізден бәрінен тренерларымыз бар. Осы жерде болады, олардың өздері жаттығу залында ауылға да болғанмен жарыстар, сборлар. Сіздерде байқаймын бокс дамыған сияқты, бокс, иә? Өткен кеше чардарада болдық та, ол жерде қол күресі. Мынаны көрген бала рингке шығам, шыққаннан кейін жеңімпаз болам дейді ғой. Рингке үйренеді, бейімделеді. Ертең басқа жерге жарысқа барған кезде канатқа, рингке деген өзінің ыңғайлылығын қалай екен, соның бәрі көрінеді да. Біздегі Гүлжан Смат деген ағамыз бар. Совет өкіметінің көптүркүн чемпионы, Азия, әлем чемпионы. 11 жыл ұлттық құраманың несі болған? Капитан команда. Спорттан. Олимпиада, Азия ойындарының бәрінде капитан команда болып барған.
бұл кісі еріктеуші жастар өте көп болған. Мынау енді келесі аудан бөліп шыққан соң мынау бірінші ғимаратымыз, бұндай әдемі ғимарат. Бұдан кейін мынау баладан бұрын өздері қуанып жүрген сияқты ғой, иә? әрине. Өзіміз де сол залдан шыққанбыз. Спорт сол бокс түріне қатысқан жер. Күрес. Еркін күрес. Күрес. Грек-рим бәрі кезек Грек-рим, художественный гимнастика осы жерде. Жаңағыдай. Сол сияқты. Демек екен, телевизиядан қарасаңыз, мынағыңыз мектеп, мына жағыңыз мешіт, Мынау спорт. аралығындағы былайша бас жоспардың кезінде ортадағы мына ашық алаң болмаған екен. Мен өзім соны жылжытып ары қарай осы келген ауылдың тұрғындарымен бәрімен ақылдастық. Бізге жаңағы әкімшілік ғимараттар жетпейді деп әр жерге ғимараттарды қоя берген жоқ, ешқандай ғимараттар рұқсат бермейміз. Жаңадан жерлер табамыз, ашамыз. Мынау кең болсын деп. Кеңшілік. Ертең мына көгалдандырылып, барлығы абаттандырылып, жұмыс бәрі біткеннен кейін, барлық құрылыстардың қабылдап болғаннан кейін осы жер ауданымыздың нағыз Орталығы. иә, мәдени спорттық орталығы болып шығады. Енді осы сәтті пайдаланып сұрайыншы, өзіңіз бұл спортпен қай түріне қатысасыз? Дәл қазір ма? Жоқ, бала кезіңізде. Бала кезімде мен спорттың қандай түрі бар, бәрімен де қатысып шыққанбыз. Ең сүйіп баратыныңыз? Күрес қой. Күреске қатысыңыз? Иә, ең сүйіп баратын. Қолдаудта күреске жасайын деп қойсаңыз ертең. Енді біздің жақсы көретініміз енді ұлдарымыздың бәрі бокс саласында жүр. Өзімізде бір кездері университетте оқыған кезде сол секцияға азырақ қатысқан жеріміз бар. Әрине. Жеңіс болды. Енді жеңісті болады. Мен бірақ анау айтқандай жетістіктерім жоқ. Ол ел спортты болмаса сабақты оқу керек деген мәселе туындады ғой. Мемлекеттік қызметке қалай келдіңіз? Мемлекеттік қызметке бірінші күннен бастап. Өзіңіз таңдап, армандап, аңсап келдіңіз бе? Оқып, дайындалып? Әрине. Әкім болам деп армандадыңыз ба сонда? Жоқ, әкім болам деп армандамайтын шығар адамдар, бірақ дегенмен елге қызмет етеміз. Қазір армандайды, министр болам, әкім болам, президент болам дейді. Біздің мектепте оқып жүрген кезімізде әкім деген болмайтын. Ол кезде ауданның хатшысы деген болатын. Болмаса аудандық атқару комитетінің райком басшысы. Райком, райисполком деген нәрсе болды. Бірақ дегенмен де біздің ол кездегі бар арманымыз сол елге қызмет ету. Кім болды арманыңыз десе де? Енді әрді ауысады ғой арман деген нәрсе. Мысалы мен журналист болды армандадым, оқыдым, келдім, сіз ше? Мен мықты экономист болып армандағам. Экономист болам дедім. Иә. Енді бүкіл бюджет қолыңызда, экономист болып отырсыз, былай да былай тиімділігін қарап жұмсап отырсыз. Әрине тиімді. Арман орындалды деп айта аламыз ғой, иә? Енді орындалғанмен де әзірге арманымыз басқаша. Қазіргі арманымыз осы елге дұрыс қызмет ету. Осы елді көркейту, өркендету, өсіру. Осыған қандай да болса да жағдай жасау. Бүгінгі күннің талабына сәйкес, бүгінгі жағдайға сәйкес осыған көбірек қызмет ету. Келестің бренді не деп айтамыз өз аға? Келестің брендтері енді құрылып келе жатқаннан бізде мына суымыз бар. Қасымызда Мерген деген су шығады. Тек қана Сарыағашта емес, бізде де осы минералды су бойынша шығаратын олар. Келесте мынау сұйық сабын өнімдерін саф деген осы бүкіл Қазақстанға шығарып жатқан. Саф келесте шығады ма? Иә. Келесте шығады, сол өнімдеріміз бар мына жақта. Аталар жүрген сияқты ғой? Иә. Ақсақалдарымыз. Жоқ әлде, намаздың уақытысыз ма? Иә. Ассалаумағалейкум. Саламатсыздар? Саламатсыздар ма? Сәлеметсіздер ме? Саламатсыздар. Қалайсыздар, жағдайларыңыз қалай? Жақсы, бүгін жұма екен, жұма құтты болсын. Иә. Бірге болсын. Мешітке тұрып. Ал, жақсы. Қалайсыздар? Жақсы ма? Біз уақыт телеарнасынан ескертусіз, есепсіз кездесу деп әкімнің бір күндік жұмысын қасында жүріп қадағалаймыз. Сондай бағдарлама бүгін сіздердің әкімдеріңіз түсіп жатыр. Қандай баға бересіздер жасап жатқан тірлігіне? Енді әңгіме шынын айту керек қой. Мақтайын деп тұрсыз ба? Енді болған, мен мақтамаймын, болған тірлікті айту керек. Енді өздеріңіз білесіздер, біздің Келес ауданы 3 рет қосылып, Сарыағашқа 3 рет қайтып келген аудан. 4-ші рет деп жатамыз.
міне содан кейін өзіңіз есептей беріңіз, 18 жыл қайтып келетін болса, 21 жыл біз аудансыз тұрдық. Сарыағаш ауданының 26 ауыл округінің бір ауыл округі болды. Абайды айтатын болса. Келесіміз келді. Білем ғой, мен ана көкен танимын, біраз кісі танимын, бөлек шығайық деп, облыс әкімдердің алдында сөз сөйлеп жүргендерін. Енді несін жасырамыз? Әкіміміз Жәнібек Есенұлы келгелі бері бұл кісі бірден мен бұл кісінің есебінде айтқан уақытында бірден бізде 83 елді мекен болса, бара салып сол халықтардың бәрін ерінбей аралап, елдің бәрімен танысып, әр ауылдың тұрмыстық жағдайын, инфрақұрылым жағдайын зерттеп, қазір Құдайға шүкір жылдан жыл деп айтуымыз күннен күнге ауданымыз жақсарып келеді. Өзіңіз байқаған шығарсыз қазір. Иә, көрдім. Абайымыз қандай жағдай екенін. Орталыққа айналып. Енді мен анау ақсақалдарға да айтып жүрмін. Біздің ауданның әкімі Абай ауылының әкімінің істейтін тірлігіне араласып істеп кетіп жатыр. Ауылдың әкімі бар ма еді? Иә. Жаңа сайланғанына 1-2 ай болды. Өзіңіз сайлағаныңыздар ғой. Өзіміз сайлағанды жұмысын енді бастап жатыр. Ал бата беріңіздер енді, сіздер жақсы көресіздер ғой, сізге келіп мешіттің алдында бата алмай кетсе ұят болады. Ал енді естіп жатырмыз, уақыт деген не ғой? Телеарнамыз. Телеарна. Мынау ауданымыз осындай қарқынды өсіп өне берсін, экономикамыз көтеріле берсін, елімізді басқарып жүрген әкімдер аман болсын, барлығымыз аман болайық. Ал енді жаңадан ашылып, біраздан бері жұмыс істеп жатқан уақыт телеарнасына сәттілік тілейміз. Әл уақытта халықтың ішінде болыңыздар. Амин. Иә, сіздердің сөздеріңіз сөйлеп, өз проблемаларыңызды көрсетіп, бізде дос болып алдық сіздермен. Дұрыс. Көріп тұрмын мен уақытты. Көрсетеді ғой. Сіздің батылдығыңызды да не талай көріп жүрмін. Рахмет. Жақсы, рахмет. Жақсы. Жақсы зат. Ниеттеріңіз қабыл болсын, ата. Иә, жұма екенде ұмытпеппіз ғой жұмысқа кірісіп. Жақсы. Жақсы. Тоқтаңыз енді, тоқтаңыз. Халқыңыз тоқтатып. Әрине. Арнайы шақырып отырмын. Келсеңізші. Саламатсыз. Әкім мырза. Саламатсыз. Мен қоғам белсендісі ретінде айтам, өте қуаныштымын. Молодец. Біздің аудан, келесі аудан. Ой, я не могу. Действительно процветает. Мен бұрын бағаламайды екенмін. Ал бірақта өз көзімен көргеннен кейін, действительно, піскен қыштан зәу анулар, домдар, этаждар тұрып жатыр. Рахмет сізге. Жақсы, рахмет. Қуанып жүрсіз бе? Қуанып жүрмін. Халық қуанып жүр. Біз ризамыз. Халықтың атынан айтам, ризамыз. Өте қуаныштымыз. Мен білмеймін, жақсы, аман болыңыздар. ғой жаңа. Неге қорқамыз? Танидым мен. Мәселе көп көтересіз ғой. Мәселе көп көтересіз ғой. Иә, көп көтеремін ғой. Мен домды көрсетейін сізге. Қазір біздің мына көріп келе жатқан жеріміз 2 этажды үйлер, эскизі болып жатқан. Эскизі болса, әрқайсысы 2 этажды 8 пәтерлі. Осы жерден бізде 22 үй соғылып жатыр қазір бак күйінде. Бақаласа келесі жылы 22-ін бәрін береміз. Бәрін береміз. Енді білмеймін, кезекте, бізде кезекте бар азаматтардың бәріне бұл кісі ауыл тұрғындары үшін жаны ашыды ғой. Сіздерге бағана дәлелсен сізге көрсетемін дегенім, қазір ночной мына жерде қазір жарығымен ғана түсіп тұр да. Мынау ночной освещение қойдық мына жаққа қарай. Ночной освещениемен неміс спорт комплексіміздің арты, мынаның барлығын ночной освещение етіп тұр. Сіздер білмейік, сыртта келген біз қуанып жүрміз, барлығын көріп. Иә. Не дейді, әкім халыққа жақын бол дегенде дұрыс акасы. Біздің әкім действительно халыққа жақын адам екен. Соны мен бағалайды екен. Қоғам белсендісі ретінде Рис Мұхамедова Мунира деп. Үлкен рахмет сізге. Жақсы, рахмет. Бұл кенеттен Бұл кісі кездесті, жарайды. Елдің іші ғой. Көп мәселе көтерген ау деме? Ал бастапқы кездерде осы жұмыспен қамту мәселесі біраз жай-жай, сөйтіп жұмыспен қамту мәселесі бойынша әйел азаматтарды қолдаңыздар деп осы бір тігін машинкаларын алып бердік. Біз осы депутаттардың қолдауымен сол кісілерге, содан кейін барып біраз адамдарды жұмыспен қамтыды, бір 12 отбасын. Содан кейінгі мәселе бұл жердің жаңағы инфрақұрылымдары бойынша
бізде қашан жер беріледі, бізде қашан үй беріледі деген сұрақтарды көтеріп жүрді. Сол саяси топтардың ішінде жүрген азаматшамыз ғой. Белсенді екені көрініп. Иә, әрине. Сондықтан Бізге мәселесін батыл айтып сөйлеп қойған көрініп тұр да. Иә, бұл кісілер осы кісілер ғой келіп қадағалап, осының сапасын қарайтын жаңа. Былай жүреміз, қалай жүреміз? Мынау неге өтейік? Жақын жерде мен сізді күннің астында жүргізіп қойдым, машинаны шақырып. Машина басақ, иә, машина шақырса, машина бар салайық. Ауа райы дегенмен ыстық, егінге жайлы. Біздің адамдардың тұруына жайлы жер бұл. Жалпы қысы жұмсақ, жаздың ыстығына шыдайтын болсаңыз, Сол шыдамайтын сияқтымын ғой. Жаздың ыстығына шыдамайтын сияқтымын. отырыңыз, жарайды, отыра беріңіз. Су ішпеңіз. Қазір су шығаратын заводқа баратын кезде шөлдеп барамыз. Мынау Келес ауданында да осы жерде минералды суларды шығарып жатқан заводымыз бар. Сол заводымыздың ауданымыздың мақтанышы. Кіргізе бер қазір несі болса. Аржан, демек, қай жақ деді завод? Кімдер қайда? Арғы есігі ішті. Арғы есігі ашты дейсің ба? Қайылып барсайшы. Мерген дей ма? Мерген Н деген компания бар. Осы сусындар шығарады. Шырын соттарды шығарумен айналысады. Минералды суды құяды. Жүзімдік ауылында дәл осындай дәл осы қуаттылығы осындай завод салынып жатыр жақын арада. Осы 1,5 айдың ішінде ол да құрылысы бітеді түгелдей. Ол біздің екінші заводымыз болатын болады. Осында қазірше оны жария етіп айтып жатқан жоқпыз. Үлкен инвестициямен Омаров деген бір кәсіпкер азаматымыз түріктермен бірге отырып осындай үлкен завод салды. Мына завод біраздан бері істеп тұр, енді реконструкциядан өтіп жатыр. Саламатсыздар. Қалайсыздар? Жақсы ма? Заводқа реконструкция жасап жатыр деген, соны көрейік, танысып шығайық, қалада қандай мәселелер бар деп. Қазір полностью уже нені оборудованияларды капитальный ремонтқа сезонна өткеннен кейін капитальный ремонтқа қойып жатыр. Одан бөлек косметический ремонт жасап, сезонна өткеннен кейін оның бәрін жылына бір рет істелінетін нәрсе ғой. Соны қазір ұсталар келіп, сосын ол жақтар жауып қойды. Қазір бір линия жұмыс жасауда. Сара шығарып жатыр. Мына бөлімдердің пока капитал. Осы біздікі бір жерде магазинде көрсеңіз, дүкенде, Астана қаласында, Қарағанды қаласында кездескен болсаңыз, осы жерде жазылып тұр. Келес ауданы, Абай елді мекені, Мерген Н компаниясы де. Үсіктас деген компания производитель. Үсіктас қазір. Производитель Үсіктас деген компания. Қазақстанның бүкіл жерінде Осы жерде су ғой бұл, иә, минералды? Сынмандайға көшіпсізде де? Ол шырынды тәтті су бар. Қайықтың жаспыз, кеніз. Келестің бренді шипалы су деді. Сөйтіп, Абай ауылында орналасқан минералды су шығаратын Мерген Н мекемесіне алып келді. Сағатына 2,5 мың дана минералды су шығаратын кәсіпорын 22 жыл бұрын іске қосылған екен. Зауытта тұрақты жұмыспен қамтылғандардың басым бөлігі жастар. Кәсіпкер биыл өз қаражат есебінен зауытты қажетті техникамен қайта жарықтандыру арқылы кеңейту жұмыстарын бастап кеткен. Мемлекеттік қолдау шарттары мен тетіктерін түсіндіріп, алдағы жұмыстарына сәттілік тілеп шықты әкім. Рахмет. Сау болыңыздар. Көргенім қуаныштым. Сәттілік, сау болыңыздар. Ауданда атқарылып жатқан жұмыстардан да атқаратын жұмыстарымыз да көп, жоспарымыз да бар, өте көп. Жаңа қарияларды айтып өтті ғой, енді біздің ауданымызда істейтін өзінше аудан болып құрылып, барлық қамтамасыз мектеппен, балабақшамен, мынау медицина ғимараттарымен бәрімен қамтамасыз ету үшін біраз жұмыстар жасауымыз керек. Оның бәрі де атқарылып жатыр. 6 мемлекет атынан салынып жатқан жеке серіктестік бойынша дәрігерлік
амбулатория бар. Былтыр алтауын құрылысын тапсырысқа бердік. Біздің 32 елді мекеннің дәрігерлік объекттердің бәрін, медициналық объекттердің жарамсыз қалды екенін анықталғанбыз жұмысқа кіріскенден бері. Соның 18-і қазір жаңадан салынды. Әртүрлі заводтар, фабрикалар саламыз десе, кішкене цех саламыз десе, осы кәсібін жүргізем деген азаматтардың барлығын, кәсіпкердің бәрінде қолдауға дайынбыз. Бағана сіз қолдап та келеміз. киім ауыстырғанда қорқуым керек екен. Неге? Мен сізбен аяғына дейін жүре алмайтын сияқтымын. Осы жерден қоштасайық, өйткені өзім де ыңғайсыз киініп келіп ұялып қалдым ғой. Көрдім кабинетте отырмайтыныңызды, тынымсыз тірлік жасайтыныңызды, халқыңыздың ақ батасын беріп жатқанын көрдім. Енді абырой биігінен түспеңіз. Естіп әдемілеп өзіңізбен қоштасып, ары қарай жұмысыңызға шығарып салайын дейін да. Жақсы, рахмет. Жақсы аға. Сау болыңыз. Сырлы келестегі сансыз тірліктің санаулысын ғана көрдік. Әкім қасымызда жүріп ағынан жарыл десек болады. Бүгінге осы, келесі бағдарламада жүздескенше.